Енді ұялып кетем енді, шыны керек, жасыратын ештеңкесі жоқ. Адамбыз ғой, ұялып ыңғайсызданып кетем. Неге мен осындай красавчик болдым екен деп десең, мен жек көретіндер бұлай жазатындарша, жазбаңдар бұлай, одан орман нервтарыңа тиемін қазір. Сол екен ғой. Бәсе, что-то не то, да? Менімен алысқанша бай іздемейсіңдер ме? Тентектер. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Үйден шығып, қалаға жеткен жерше қатты ойланып келдім. Бұл сұраққа ойланып келдім да. Басқа сұрақ жоқ сенде, менің әкем неден қайтыс болған саған өте қызық, өте маңызды болып тұр осында, Сұрақтарымыздың соңғы жауабы болсын, жандарым, Рахмет, Алла разы болсын активностарыңызға. Өте қызықты сұрақтар келді. Барынша жауап беруге тырыстым. Көңіл көтеріп жауап бердім, бірақ ешқандай арам ой болған жоқ ол жерде. Және де мына жерде Гуля деген кісіге жауап бере кетейін. Біріншіден, мен сізді қызықтырмасам, сіз маған историяма ответ қайтармас едіңіз, осындай дүниені жазбас едіңіз. Және де сізге бір кішігірім кеңес берейін. Көбірек күйеуіңізге көңіл бөліңіз, отбасыңызға көңіл бөліңіз. Басқа еркектің не істеп жүргенін сізге қызықтырмау керек, оны аңдудың қажеті жоқ. Так, аман болыңыз. Негізі соңғы болған оқиғаларға байланысты былай қарағанда бәрін кінәладым да. Өзімнен басқа енді адам өзін кінәлай қоймайды ғой. Бәрін кінәладым, бірақ енді жаңа тамақ жеп тұрып, ойланып тұрмын ғой. Адамның барлық нәрсе ниетіне қарай беріледі негізі. Жалпы менің де ниетімде бір барып тамақ істеп, ондай тірлікпен айналысып, біреулерге служить ету деген сияқты понятие болмаған ба деп те ойлаймын бір жағынан. Сол үшін осылай болды ма деп ойлаймын. Тамақ істегенді расымен жеп көремін, үй жинағанды бәрін. Үйім шашылмайды енді бір өзім тұрған соң, бірақ былай негізі расымен де маған ондайға жараспайтын дүниелер сияқты ма деп ойлаймын. Мен Турциядағы өте танымал бір завтракты жасайын деп жасап көрейін деп отырмын. Жасаймын деп айтып жатырмын. Менемен деп аталады. Ең бірінші осылай жұмысқа боламын. Сияқты боламын. Екінші осылай помидор салат қалдым. Шынымен күшті болады. Негізі перец тоже қосу керек. Бірақ магазинде перец болмағаннан кейін мен екеуін ғана қосып жасап жатырмын. Ал осының үстіне қазір жұмыртқа қосамын, сонымен завтрак дайын. Міне, осылай дайын болды. Ас болсын маған. Мен қазір шопинг жасауға, Айару стайлға келдім. Екінші точкаларына келіп тұрмын. Шұғыладағы, міне қарасаңыздар, осылайынан орналасқан. Мына жерден, міне, мынау жол, тура қарама-қарсысында осы плакатты көргеннен кейін ішіне кірсеңіздер, осындай жерден таба аласыздар. Қазір ішін бағаларын барлығын көрсететін боламын. Киім қарап жүрсем, мына кісі жүр. Не істеп жүрсіз? Бәрін жинап алдық па? Шопинг, конечно. Айару стайлға келіп, күшті киімдер көріп жүрміз. Таңдадың ба бірдеңелер? Мына жерде Назым жүр еще. Назым, қалайсыз? Көрмегелі біраз уақыт болыпты сізді. Мен жаңа келсем, Эбеш пен Айбек шығып бара жатыр. Екеуін бір-біріңді көріп қалдыңдар ма, бірге келдіңдер ме? Енді амандасып тұрғанбыз ғой. Бір жазбайсың кездесейік деп осындай жерлерде көрісіп қалмаса. Қазір мен босамай ғой, есімедіңіз ба? Неге? Жігіт тауып алдыңыз ба? Қанша өлет деп ше. Садалет, что там? Съемка ғой. Айсұлтан ше? Кейін айтам. Көбінше сосын айтам деді. Күн башыңызға қалайсыздар? Не болып кетті? Бәрі сұрақ қойып жатыр ғой, не болып жатыр деген сияқты. Білмеймін енді. Соңғы кездесу деген сияқты әңгіме болып жатыр екен. Мен жалпы өзім ұнатпаймын соңғы кездесу дегенді. Либо кездесу нормально болу керек, либо вообще болмай-ақ қою керек. Соңғы деген сөзді адам ойына алса, мынау қазір мен барам, сол соңғы кездесу болады деген ой болса, онда лучше болмай-ақ қойған дұрыс деген сияқты ғой. Мәнде мағынасы болмайтын сияқты. Білмейміз енді, көреміз уақыт өте келе не болатынын. Бүгін қалайсыздар? Душқа түсіп шықтым. Күшті болып енді. Шашты утюжоктап алдық, әдемелеп тұрып былай. Осылай. Утюжоктап алдым да. Енді қазір бір жерге кетіп бара жатырмын. Соны жүре беретін болдық әйтеуір. Қырылып жатыр. Біз магазинге бара жатырмыз осылай. Мансұр, үйреніп алыпсың ғой сен. Қан берші, мен айдап көрейінші, мен түсірші, мен айдап көрейінші. Түсір мен. Мына жақтан түсірші, мен. Мына жақтан тұршы.
жарайды. күшті екен иә мынау мені де көтереді екен жақсы рахмет жалла кеттік мороженое аламыз ба жүр Жақта көп мороженое бар екен. қаяқта көп екен қандай мороженое аласың Мансұр көрсет ұнайтын алайық сен ше Асылхан Мен көбін жақсы көремін ғой. қандай Көбін жақсы көремін. сен лед алмай ақ қойшы бұл басқасын ше Үлкені. мынандай ше мынандай жемейсің ба Қап-қара. или соны ал көр өзің соны ал дейсің ғой сондай алдыңдар ма соны аласың ба сен мынаны алдың тәтелеріне біреу аласың ба В общем, мен үйге қонбағалы ровно 3 күн болды. Енді 3 күн қайда жүрсің, не істеп жүрсің десеңіздер, мен осындай орманның арасында, осындай тауда домикте ұйықтап жүрмін. Достарым келеді, отырамыз, шай ішеміз, значит, завтрак ішеміз азанда. Мынандай бетпен. Күндерім осылай өтіп жатыр. Неге үйтіп жүрсің, не істеп жүрсің дейтін адамдарға айтарым. Просто бір ойланғым келіп тұр. Отырып бір ойланып, асықпай бір өмірім не болып жатыр екен деп. Просто осындай жерлерде мен бір мен душам демалады да, короче. Сол енді бүгін бұйырса үйге қайтайын деп отырық енді. Енді түсінемін, адамдардың сұрақтары көп болып кетті. Осы уақытқа дейін енді біраз сторисқа да онша шықпадым, арасында шығып қайтып жоқ болып кетіп жүрдім. Поэтому давайте бетейік. Сіздер бір четкий сұрақтар қойыңыздар. Мен сол сұрақтарға жауап берейін. Кеттік ал, бірақ қызықтарына ғана жауап беремін. Басталады дейсіңдер ғой, Айгүл қайда деп. Короче, залға келген суббота күні. Қолды. Бұрындағыдай істеу керек болып тұр ғой, бұрындағыдай. Қазір тоже нормально болды. Рахат, ешкім жоқ. Чисто өзім. Қалайсыздар? Мен сіздерге айтамын ғой, маған оның сторисін жібермеңіздерші, өтініш. Енді бір нормальный жұмысымды бастап, ілгері кетқанда настроение құртып жібере бересіздер, бүкіл жұмысқа деген настрой кетіп қалады. Алдында бір бітті деп салып отырды, әлі сол біттісін әлі салып отыр ма? Енді ештеңе өзгермейді. Бұл менің ғана шешімім емес, бұл екеуміздің де шешіміміз осы болды. Мүмкін тағдырымыз осы шығар. Сондықтан да өтініш жібермеңіздер. Там бірдеңе айтамын деп угрозалар айтып жатыр ғой. Если қазір ашумен бірдеңе айтып қоятын болса, потом мен де айтып қоятын болсам, вот елге қара беттің көкесі сол кезде болады. Лучше екеумізде қазір осы абырой тұрған кезде қоя салған дұрыс деп ойлаймын. Тыныштықпен. Каждый ұрыс сайын кетсе ал, кет ал, не істеп отырсың? Кетсе деген сөз бар ғой. Мына жерінде тұр. Татау, мен ана сөзді естісем кіршам кетеді. Мен өмірімдегі ең жек көретін сөздерімнің бірі болып қалды. Мен ана сөзді естісем, көзім қарауытып, арқам көтеріліп, кәдімгі өз-өзімді істей алмай, не істеп, не қойғанымды білмей қалам. Мен сол моментте үйден шығып кеттім де үйге оралған жоқпын. Мен білдім, если мен ана моментте үйде қалғанда ана ашумен бірдеңе болып, мен сотталып бірдеңе болатын еді. Лучше қазір ойланып отырмын, енді кетіп қалғаным дұрыс болған шығар мен үшін деп. Ойлады ғой, енді қазір машинасы жоқ, там да күнін көре алмай қайтып келеді деп ше. Бірақ нихуя ондай нәрсе алдағы уақытта болмайды. Әркім өз үшін өмір сүреді. Мен тем более еркек, мен любой жерден, тем более Қазақстанда мен басым істесем, любой жерден ақша шығарып аламын. Ол мен үшін қиын емес. Так что өмір уақыт көрсетеді барлығын. Ойбай, общение болды сізге. Дұрыс қой, енді адам бірінші өзін жақсы көру керек қой. Енді қысқа киетіндей сезон болып тұр. Қазір күн ыстық, шорты киетін болып тұр енді. Білмеймін, шортыйды қысқа десеңіздер, енді бықыстып джинсы киіп, или болмаса қалың бір нәрсе киіп жүретін жағдай жоқ. Бала шағама да қарап үлгерем, өзіме де қарап үлгерем. Енді күндіз түні бала шағамның жанында отырып, дым істемей өйтіп отыра алмаймын, өйткені мен ақша тауып, былай шығып жүріп қалған адам болғаннан кейін мұндай нәрсеге жоқпын енді, үйде отырғанға. Негізі мен хейт көтере алатын адаммын да. Адамдар, маған жазатын адамдар екі тарапқа бөлінеді. Менікі дұрыс емес дейтіндер бар, и мені қолдайтындар бар. Оған келісем. Соған қарай арамызда болып жатқан ұрыс-керістің екі тараптан да болатынын ұмытпаңыздар. Маған хейт жазатын адамдар жалғыз мен кінәлі деп ойлайтын адамдар да. Енді жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Бекерден бекер адам ажыраспайды. Оған бір емес бірнеше себептер бар деген сөз. Өйткені бірақ нәрсе болса, ол шешіп алатын нәрсе ғой, сөйлесіп отырып ше.
бірнеше проблемалар бар деген сияқты ғой. Енді алдынан бері инстаграмға айтып жүргенге еш нәрсені ашып айтпадық екі жақтан да, бірақ енді эмоциямызды көрсетіп қойып жатырмыз. Мен кеше айтқан болатынмын, жыныма тиетін болса барлығын шығарам деп. Бірақ кеше ойланып жаттым да түнімен ше. Мен қазір салонға келе жатырмын. Тырнағым сәл өсіпті. Сүйда келетін осы Ханза деген салонға келдім. Диара әпкеге тырнақ істетіп алмасам, қараңыздаршы, тырнағым деген әлі тұр ғой. Салонға келсем, ана жақта бір кісілер отыр екен. Королева болып отыр ғой. Кезекте тұр. Ойбай. Қолын сүйетін жұрт тауып берейін ба? Жігіт мені табады, мен оны емес. Көре алмайды бұл мен. Көре аламын ғой, не көре алмайды? Болды, салонда жүрген жоқ. Осы турбиста осы жерде жүру бар. Айтпақшы бота жақында шетелге кетейін деп жатыр. Қолым арман болды ма? Ойбай, ширек болды ғой, ширек. Қай жерге кетейін деп жатсың? Кенияға. Күн қалайсыздар? Жаңа кірпігімнен ұялып, историямды өшіп тастағым сосын қойшы деп сала бердім қайтадан. Кірпігімнің жартысы түсіп қалған ғой, прям жартысынан көбі түсіп қалған ғой, бүйтіп жоғары қарап ояласың ба. Бүгін қазір барып снять етемін кірпігімді. Ау, аға жайғастыңыз ғой сіз. Тұрыңыз. Тұр, жерде отырма. Емір екеуміз далада жүрміз. Бүгін ерте тұрдым, кеш ұйықтадым прям. Кірамай тұр ғой. Үйге кіргізейін ба? Есікті ашайын ба? Ой, жан деген. Түріңнен сенің. Кім саған шық деді? Кім саған түнімен қаңғы деді? Кір. Қаңғы бас. Қаңғы бас. Емердің жалғыз досы. Ойбай, әпше не болды сізге? Дұрыс қой, енді адам бірінші өзін жақсы көру керек қой. Енді қысқа киетінде сезон болып тұр. Қазір күн ыстық, шорты киетін болып тұр енді. Білмеймін, шортыйды қысқа десеңіздер, енді бықыстып джинсы киіп, или болмаса қалың бір нәрсе киіп жүретін жағдай жоқ. Бала шағама да қарап үлгерем, өзіме де қарап үлгерем. Енді күндіз түні бала шағамның жанында отырып, дым істемей өйтіп отыра алмаймын, өйткені мен ақша тауып былай шығып жүріп қалған адам болғаннан кейін бұндай нәрсеге жоқпын енді үйде отырғанға. Негізі мен хейт көтере алатын адаммын да. Адамдар, маған жазатын адамдар екі тарапқа бөлінеді. Менікі дұрыс емес дейтіндер бар, и мені қолдайтындар бар. Оған келісем. Соған қарай арамызда болып жатқан ұрыс-керістің екі тараптан да болатынын ұмытпаңыздар. Маған хейт жазатын адамдар жалғыз мен кінәлі деп ойлайтын адамдар да. Енді жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Бекерден бекер адам ажыраспайды. Оған бір емес бірнеше себептер бар деген сөз. Өйткені бірақ нәрсе болса, ол шешіп алатын нәрсе ғой, сөйлесіп отырып ше. Бірнеше проблемалар бар деген сияқты ғой. Енді алдынан бері инстаграмға айтып жүргенге еш нәрсені ашып айтпадық екі жақтан да, бірақ енді эмоциямызды көрсетіп қойып жатырмыз. Мен кеше айтқан болатынмын, жыныма тиетін болса барлығын шығарам деп. Бірақ кеше ойланып жаттым да түнімен ше.